Mine dostlar, денсаулыққа өте пайдалы, иммунитетті көтеретін бұл швейцарский лимонадты сіздер де жасай аласыздар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Денсаулығыңызға өте мықты әсерін беретін. Барлығы лимонмен, бар жоғы жаңа қойытылған сүттен жасалған өте оңай рецепті. Менің каналыма өтіп, тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Қазақша контентті көтеруге сіздер де маған атсалысып көмектесіңіздер. Сізге керегі, мына жерде 2 лимон бар. Осы 2 лимонды жуып, тазалап, осындай қылып турайсыздар. Одан кейін 800 миллилитр су керек болады. Қайнаған су, бірақ мұздатылған болсын. 800 миллилитр. Одан кейін бар қойытылған сүт. Сгущенное молоко дейді ғой, сол қойытылған сүт керек болады. Әуелі біздер енді осыны блендерден өткізетін болады. Лимонды ыдысымызға салдық, енді осы блендермен не қыламыз, бөліп аламыз. Ал, бісміллә. Блендерлеп аламыз, енді үстіне кішкене су құямыз. Су құйып, тағы да блендермен араластыратын боламыз. Суымызды құйып алдық, тағы да 800 миллиграмм қылып толтырып дайындап қойдым. Енді тағы да блендермен айналдырып жібереміз. Міне дайын болды. Енді осыны електен өткізетін боламыз. Ішіндегісі қалып қою керек. Ал, бісміллә. Міне достар, сөйлен шығарып алдым. Мынандай нелері қалып қойды. Енді бұны тасамаңыздар. Бұны жаңағы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мед қосып, шаймен ішіп, денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Ал енді кезек, мына ыдысымызды жуып тазалап алып келдік. Енді бұған қайтадан осы сөлімізді құямыз осыған, бісміллә. Осындай қоспа шығу керек. Міне дайын болды. Енді осыған қазір немізді, қойытылған сүтімізді араластыратын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бәрін қосамыз, достар. Енді осыны қазір тағы да блендермен блендерлейтін боламыз. Достар, блендерден өткіздік. Енді бізге керегі мынандай мұз керек болады. Осы мұзымызды қазір. Енді көп салмай, 1, 2, 3, 4, 6-ауын салам қазір. 6-ауын саламын. Сосын тағы да блендермен жүргіз жібереміз да, одан кейін сусын ретінде ішетін боламыз. Мұзымызды қостық. 2-1 минут қана араластырамыз, болды. Міне 2 минут араластырдық, ішіне мұзымызды салып, қазір ыдысымызға қойып көрсететін боламын.